Today we are going to talk about the article. Ағылшын тілінде артикльдер зат есімнің нақты белгілі немесе белгісіз екенін білдіру үшін қолданылады. Ал қазақ тілінде артикльдер мүлдем жоқ. Артикльдер екіге бөлінеді: indefinite және definite article. Белгісіздік артикліне an, белгілі артикліне the артиклі жатады. Мысалы, I saw a squirrel. Мен тиінді көрдім. Мен дәл тиінді көргенімді тыңдаушыға айтып тұрмын. Ол ит емес, мысық емес, тиін туралы бірінші рет айтып тұрмын. The squirrel was so cute. Тиін сондай сүйкімді екен. Яғни, мұнда менің көрген тиінім туралы сөз қозғап тұрғаным тыңдаушыға белгілі. an артикльдеріне тоқталайық. An артиклі бір деген сан есімнен туындаған, яғни біреу деген ұғымды білдіреді. Мысалы, a table, one table, яғни бір үстел. An elephant, one elephant, бір піл дегенді білдіреді. Және саналатын жекеше түрдегі зат есімдермен ғана қолданылады. Саналатын зат есімдерге мысалы доп, құс, үй, қасық сынды зат есімдер жатқызуға болады. an артикльдерінің айырмашылығы: дауыссыз дыбыстардан басталатын сөздердің алдына a артиклі қойылады. Мысалы, a boy, a lesson, a dog. Мұнда b, l, d бұлар дауыссыз дыбыстар. N артиклі дауысты дыбыстардан басталатын сөздердің алдына n артиклі қойылады. Дауысты дыбыстар a, e, i, o, u. Мысалы, an orange, an ant, an old man. Мысалдағы дауысты дыбыстар o, a, o. Y әрпінен басталатын сөздердің алдына a артиклін қоямыз. Мысалы, a yacht, a yellow ball. U әрпінен басталатын сөздерге назар аударайық. U әрпінен басталатын сөздердің алдына a артиклі қойылады. Егер U әрпі U болып оқылатын болса, өйткені дауыссыз дыбыс. Union, unicorn. Ал егер U әрпі A болып оқылатын болса, онда N артиклі қолданамыз. Мысалы, an umbrella, an uncle. H әрпінен басталатын сөздерде H дыбысы дыбысталмаса, онда N артиклі қойылады. Мысалы, an hour, an honest person. H әрпі оқылмайды. Ал егер H әрпі оқылатын болса, онда A артиклі қойылады. Мысалы, a hen, a horse. Зат есімнің алдына сын есім келген кезде артикльдер сын есімнің алдына қойылады. Мысалы, a big house, an orange pencil. Яғни сын есім дауыссыздан басталса a артиклі, ал дауыстыдан басталса n артиклі қолданылады. A delicious apple. Apple мұнда зат есім, яғни ол дауыстыдан басталып тұр. Бірақ біз оған қарамаймыз, оның алдындағы сын есімге қарап артиклді қоямыз. Delicious, D дауыссыз, сондықтан оның алдына a артиклі қойылады. A delicious apple. Now, let's practice. Put a or an. Nose, eagle, queen, arrow, frog, donkey, little owl, glass, university, hat. Жауаптарды комментарийге қалдырсаңыз болады.